Сәлеметсіздер ме? Бүгін мынандай сөмке тігетін боламыз. Оны тігу үшін қазір қажет заттар: 2 түрлі мата, қайшы, бор, сантиметрлік керек және сызғыш қажет болады. Осы өлшемдерін алып аламыз. Ұзындығын, енін және ұстайтын жерін өлшеп аламыз. Осыларды матаға түсіріп қиып аламыз. Мінекей сөмкеміздің детальдары дайын болды. Біреу іші, біреу сырты. Екі-екіден қиып аламыз осындай қылып. Ұзындығы 37, ені 35. Содан кейін екі ұстайтын ручкасын немесе асатынын осындай қылып қиып аламыз. Бұның ені 4, ұзындығы 59. Осындай екеуін қиып аламыз. Осыларды қазір іс машинамен тігіп көрсететін боламын сіздерге. Міне осындай екеуі дайын болды. Осы екеуін бір-біріне беттестіріп, былайынан әдемілеп тігіп шығамыз. Міне осындай әдемі сөмке пайда болды. Осындай қылып тігіп алсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.